Достар сәлем! В этом уроке мы с вами рассмотрим такую тему, как мы скажем на казахском, как нужно пользоваться, например, этим телефоном, как нужно что-либо приготовить, да? И при этом эта конструкция образуется с помощью слова екенін. Перед началом урока хочу сказать всем көп рахмет за подписку, за лайки, за комментарий. Если вы не подписаны, подписывайтесь на мой канал, чтобы я дальше для вас могла снимать уроки. Ал енді бастайық. Сперва давайте рассмотрим схему. Например, на русском языке она звучит вот так. Как нужно и идет глагол. А в казахском языке сперва идет слово қалай, потом идет глагол, етістік, неопределенной форме она стоит, на у заканчивается. Слово керек и слово екенін. Например, как нужно работать. Қазақша қалай жұмыс істеу керек екенін. Қалай жұмыс істеу керек екенін, как нужно работать. Я хорошо знаю, как нужно работать. Мен қалай жұмыс істеу керек екенін жақсы білемін. Мен қалай жұмыс істеу керек екенін жақсы білемін. Следующий пример. Он мне объяснил, как нужно отправлять деньги на карту. На казахском будет ол маған картаға қалай ақша жіберу керек екенін түсіндірді. Как нужно отправлять деньги, қалай ақша жіберу керек екенін. Ол маған картаға қалай ақша жіберу керек екенін түсіндірді. Следующий пример. Ты знаешь, как нужно снимать деньги из банкомата. На казахском сен банкоматтан қалай ақша алу, или же можно сказать шешу керек екенін білесің бе? Как нужно снимать деньги, қалай ақша алу керек екенін, или же қалай ақша шешу керек екенін. Сен банкоматтан қалай ақша алу керек екенін білесің бе? Брат показал мне, как нужно пользоваться пылесосом. Ағам маған шаң сорғышты қалай пайдалану керек екенін көрсетті. Как нужно пользоваться, қалай пайдалану керек екенін. Ағам маған шаң сорғышты қалай пайдалану керек екенін көрсетті. Сотрудник банка рассказал, как нужно открыть депозит. Банк қызметкері депозитті қалай ашу керек екенін айтып берді. Как нужно открыть, қалай ашу керек екенін. Банк қызметкері депозитті қалай ашу керек екенін айтып берді. Я посмотрела в интернете, как нужно красить волосы. Мен интернеттен шашты қалай бояу керек екенін қарадым. Как нужно красить, қалай бояу керек екенін. Мен интернеттен шашты қалай бояу керек екенін қарадым. Они знают, как нужно принимать гостей или же ухаживать за гостями. Қонақтарды қалай күту керек екенін олар жақсы біледі. Как нужно принимать гостей или ухаживать за гостями на казахском будет қонақтарды қалай күту керек екенін. Значит, слово күту переводится не только ждать, а также ухаживать, принимать гостей. Қонақтарды қалай күту керек екенін олар жақсы біледі. Достар, теперь обратите внимание на эти диалоги. Первый диалог. Сенің келгенің жақсы болды. Хорошо, что ты пришел. Не болды? Что случилось? Біз жаңа теледидар сатып алдық. Мы купили новый телевизор. Бірақ оны қоса алмай жатырмыз. Но не можем его подключить. Сен оны қалай қосу керек екенін білесің бе?
Сен оны қалай қосу керек екенін білесің бе? Ты знаешь, как его нужно подключить? Қазір көрейін. Сейчас посмотрю. Екінші диалог, второй диалог. Бауырсағың дәмді шығыпты. Твои бауырсаки получились вкусными. Рахмет, өзіме де ұнады. Спасибо, мне самой тоже понравились. Айнұр маған қалай пісіру керек екенін түсіндірді. Айнұр маған қалай пісіру керек екенін түсіндірді. Айнур объяснила мне, как нужно готовить. Үшінші диалог, третий диалог, последний. Дәрігер мына дәріні қалай ішу керек екенін айтуды ұмытып кетті. Дәрігер мына дәріні қалай ішу керек екенін айтуды ұмытып кетті. Врач забыл сказать, как нужно принимать это лекарство. Ішінде нұсқаулық жоқ па? Внутри нет инструкции? Бар, бірақ қазір менің көзілдірігім жоқ, сынып қалған. Есть, но у меня сейчас нет очков, они сломались. Жаңасын әлі алмадым, новый еще не купила. Достар, надеюсь, этот урок для вас был полезным. Я вам желаю удачи в изучении казахского языка. Если мои уроки полезны для вас, можете поддержать мой канал донатами. В описании оставлю координаты. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.